Отанымыздың пайдасына қолдан келгенше қызмет ету әрқайсымыздың борышымыз деген болатын ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Осы абыройлы міндетті адал атқарған асыл азамат, қазақтың талантты ұлдарының бірі, дарынды педагог, ақын, аудармашы, өлкетанушы, қоғам қайраткері Масғұт Әлімжанұлы Шалабаев болатын. Масғұт Әлімжанұлы Ыбырай Алтынсариннің атын ұлықтауда қыруар шаруалар атқарды. Сол игілікті істердің басы қасында жүрді. Мәселен, 1991 жылы Қостанай облыстық Ыбырай Алтынсариннің мемориалдық музейі ашылғанда Ыбырай Алтынсарин ізімен үгіт пойызын басқарып, соның ұйымдастыруының жанында болып, қыруар жұмыстар атқарып, осы музей қорының толығына орасан үлес қосты. Сонымен қатар, тек қана Қазақстандағы ағартушы жүріп өткен іздер емес, сондай-ақ Ресейге барып, Санкт-Петербург, Орынбор қалаларына барып, көптеген материалдар жинады. Бұл материалдар тек қана Ыбырай Алтынсаринге ғана қатысты емес, Ыбырайдың айналасындағы адамдар жайында да болды. Сонымен қатар өлкетану жұмыстарында атқарды. Ең бірінші айтатын, біз Орынбор қаласына барған кезде Ыбырай Алтынсарин оқыған шекаралық Орынбордағы шекаралық комиссия жанындағы мектепте белгі тақтаны орнатуда мінекей. Сол игілікті жұмыстың басында жүрді. Ыбырай Алтынсарин атын Қостанай облысындағы Обаған ауданына беруде қыруар жұмыс атқарып, тіпті Алматыға барып, жоғары биліктегі басшылардың есігін қағып, ресми шаралардың, ресми шешімдердің орындалуына мұрындық бола білді. Ыбырай Алтынсарин туып өскен Алтынсарин ауданындағы елді мекендердің тарихи атауларын қайтару кезінде де осы жұмыстарды белсене араласқан болатын. Айтатын болсақ, Танабай, Бозбек, Тазабұлақ ауылдарының сол елді мекендердің тарихи атауларын қайтаруда, Лермонтов ауылының Ілияс Омаровтың атымен аталуына, Қарағайлы жерінің Шоқай бидің атымен аталуына мінекей сол істердің басында ұйытқы бола білді. Енді Масғұт Әлімжанұлы Шалабаев Ыбырай Алтынсариннің ізін абыроймен атқарған азамат. Бұл тек қана ұстаздық жолын ғана емес, өзінің жоғарғы парасаттылығымен, ішкі мәдениетінің биіктігімен, энциклопедиялық білімімен, асыл адамгершілік қасиетімен ерекшелене білді. Бір сөзбен айтатын болсақ, Ыбырай атамыз қандай ұлтына шын жанашыр болса, Масғұт Әлімжанұлы Шалабаев та сондай жанашырлық танытып, өзінің нақты істерімен дәлелдей білді. Ыбырай Алтынсарин музейі Масғұт Әлімжанұлы Шалабаевтың 90 жылдық мерейтойына арнап, ғибратты ғұмыр иесі тақырыбында ауқымды көрменің салтанатты ашылу рәсімін 22 қаңтар күні, яғни бүгін ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар тұлғаның жан-жақтылығын ашу мақсатында, есімін дәріптеу, тұлғалық қасиетін кейінгі ұрпаққа үлгі қылу мақсатында бүгін ғибратты ғұмыр иесі тақырыбында портрет кешін ұйымдастырып отыр. Бұл ауқымды іс-шараға Масғұт Әлімжанұлы Шалабаевпен бірге жұмыс атқарған үзеңгілес достары, әріптестері, Алматы, Астанадан, сондай-ақ Қостанайдан ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, магистранттар, жас ұрпақтар қатысып отыр. Енді бұл ауқымды іс-шараның кейінгі ұрпаққа беретін үлгілік қасиеті орасан деп білеміз. Масғұт Әлімжанұлы Шалабаевтың есімі ардақтала береді, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретініне біз сеніміміз өте мол.